Қош келдіңіздер, қыздар. Қалдарыңыз қалай? Жағдайларыңыз жақсы ма? Эфирларды көріп жатсыздар ма, қыздар? Барлығы түсінікті болып жатыр ма? Егер түсініксіз болатын болса, сәлематсыз ба? Егер түсініксіз болатын болса, сұрақтарыңызды осында қойыңыздар. Міндетті түрде сіздерге жауап беретін боламын. Қазір қыздар кірсін, сосын біз бүгін 3-ші эфирді бастаймыз. 3-ші эфир біздің мотивацияға қатысты, және де біздің ағзаға жетіспейтін дәрумендерге қатысты, қандай анализдер тапсыру маңызды, сол жайлы мен сіздерге қазір айтатын боламын. Дауысым жақсы шығып тұрма, естіліп тұрма, қыздар, айта өтсеңіздер. Егер барлығы жақсы естіліп тұрған болса, біз бастай береміз. Алдағы уақытта, қыздар, жаңағы эфирді иншалла сақтаймыз ғой, көріп алады. Айтып өтсеңіздер. Қыздар, эфир сақталады, естіліп тұр дейді. Жақсы, өте қуаныштымын. Олай болса, біз қазір бүгінгі эфирде қандай тақырыптар болады, соны айта кетейін. Бүгінгі эфирда, барлығы естіліп тұр дейді, өте қуаныштымын. Бүгінгі эфирда психологиялық дайындық, яғни біз өзімізді қалай дайындауымыз қажет, қалай біз 10 күнде 5 килограмм салмақ тастау үшін біз өзімізді күнделікті қалай жігерлендіріп отыруымыз қажет. Ағзаның әлсіреуі, не үшін әлсірейді, қандай дәрумендер жетіспеушілігі болуы мүмкін, анализді талдау, және де бақылау, контроль. Осының барлығын бүгін міндетті түрде айтатын боламыз, және де сол арқылы, барлығын дұрыстау арқылы сіздер 10 күнде 5 килограмм салмақ тастайтын боласыздар, қыздар. Енді қараңыздар, бірінші сіздерге совет, яғни бірінші қыздар, білесіздер, визуализация деген барлықтарыңыз білесіздер, оны қалай қолдану керек екенін де білесіздер. Шамаларыңыз келсе, әрдайым визуализация, жаңағы аффирмация деп айтып жатамыз, міндетті түрде жасауымыз қажет. Күнде таңертең айнаға қарап, өзіңізді арық кезіңізді елестетіңіз. Күнде әр қараған сайын мен әдемімін, мен арықпын, мен сымбаттымын, мен көріктімін, менің фигурам 90-60-90 деген сияқты, сондай бір жақсы өзіңізге ұнайтын, шынымен де өзіңіз қалайтын, сондай бір жақсы мотивационный сөздерді айтып отыруыңыз қажет. Сонда сіз өзіңізді бірінші сендіресіз, миыңызды сендіресіз. Ми сенген соң, ол нәрсе шынында да тез жүзеге асатын болады, қыздар. Мен арықпын, сол кезде миға сигнал барады да, ми, сен арықтықтың шын түрін білмейсің, дейді де сізді одан да әдемі әрі арық қылады. Яғни, шынында да біз миымызды сендіретін болсақ, шынында мен арықпын деген сөзге сіз өзіңіз сенетін болсаңыз, айнаға қарап тұрып, сізде арықтау процесі жылдам жүретін болады. Жасап көріңіздер, ең болмаса осы 10 күн жасаңыздар, тоқтамай күнде жасаңыздар. Айнаға барасыздар да, таңертең тұрасыздар да, былай жабыстырып киімдеріңізді киіп аласыздар, жабысып тұрады. Сонда айтасыздар, мен әдемімін, мен сымбаттымын, мен көріктімін. Менде барлығы өзінің қалпында, яғни өзімнің фигурам өзіме ұнайды деген сияқты, сондай бір жақсы міндетті түрде аффирмацияларды айтып жүріңіздер. Сонда сіздерде арықтау процесі тез жүретін болады. Енді екінші совет, қараңыздар. Мен ешқашан істей алмаймын, менің қолымнан келмейді дейтін сөздерді мүлдем қолданбаймыз. Ешқашан негатив ойламаймыз деп мен әрдайым айтам. Не үшін? Бұйырса істеймін дейді, өте қуаныштымын. Екінші советті міндетті түрде естен шығармаймыз. Ешқашан негатив ойламаймыз. Сіз арықтай алмай жатсаңыз да, сіз бір ай бойы аш жүріп салмақ тастамай жатсаңыз да, сіз ешқашан менің қолымнан келмейді деп тастап қоюға болмайды, қыздар. 100 рет өзімізді сынап көруіміз қажет. Яғни, сіз 99 рет сіз сынадыңыз, бірақ сізде нәтиже шықпаған болса, 100-ші ретте сіз сынап
өзіңіз көріңіз қажет. Егер шынында да 100-ші рет қолыңыздан келмеген болса, демек ол сіздікі емес деген сөз да. Ал егер осы 99 рет, яғни бүгін мен барлығын жасадым, қолымнан келді, ертең жасаймын да, бірақ қолымнан келмей қалса, мен барлығын тастап кетуім деген сөз емес, тастап кетем деген сөз емес та. Мен ары қарай да жалғастыруым қажет. 3-ші күні қайтадан өзімді жинап, барлығын жасауым қажет. Яғни сіздерде ешқашан менің қолымнан келмейді, мен ештеңе істей алмаймын, бәрібір менен арықтау шықпайды деген сияқты сөздер сіздер мүлдем өздеріңізден алып тастаңыздар. Әрдайым позитив ойлаймыз. Менің қолымнан келеді, мен арықпын, мен арықтай аламын. Мен жаңағы басқалар да жасады ғой, басқалар да арықтады ғой. Осы 10 күнде 5 килограмм салмақ тастаған қыздар өте көп қыздар. Менің инстаграм парақшамнан да көрсеңіздер болады, қанша қыздар 10 күнде, бір айда қанша салмақ тастағаны, ответственный нәтижелерін де көрсеңіздер болады. Дәл солай оларға күнделікті аудио мотивациялар, мықты мотивациялар күнделікті айтылып отырған болатын кезінде да, енді олар тастаған уақытында. Одан бөлек оларда күнделікті жаңағы ішіп жеген тамағының отчетін тексеретін едім. Солар егер бір нәрсенің дұрыс емес болып қалса, немесе шактың нормасын толтырмаса, бидің нормасын орындамаса, немесе жаттығуды таңертең жасамаса, болды айтатынмын. Сенің отчетың қайда, неге жасамадың, неге істемедің? Сол себепті сенде жақсы нәтиже шықпайды деп оның миына жеткізетінмін. Сол кезде де солай олар 10 күнде 5 килограмм салмақты жеңіл тастайтын қыздар. Дәл солай сіздер де әрдайым позитив ойлап, сосын міндетті түрде биді көбірек билеңіздер. Адам зумба биді көбінесе адамның көңіл күйін көтереді. Көңіл күйі көтеріңкі болған адамның арықтау процесі тез болады. Екінші, сіздер ешқашан өте биік мақсат қоймаңыздар, яғни арықтау процесінде бірден мен 20 килограмм бір айда тастауым керек деген сияқты сіздерде ой болмауы қажет та ондай. Сіздер айтыңыздар, мен бір аптада мысалы 3 килограмм салмақ тастаймын, мысалы сондай нәтиже қойыңыздар. Болды. Сол 3 килограмм сіз салмақ тастаған кезде сіз өзіңізді марапаттауыңыз қажет. Яғни барыңызда жаңағы салонға баруыңыз мүмкін, шашыңызды істетуіңіз мүмкін, тырнағыңызды істетуіңіз мүмкін, немесе косметологқа баруыңыз мүмкін, немесе өзіңізге ұнаған көйлекті алуыңыз мүмкін да. Солай әрдайым сіз нәтижеге жеткен сайын сіз өзіңізге сыйлық жасауыңыз қажет. Сонда шынымен де сізде арықтау процесі тез жүреді, сіз срыв жасамайтын боласыз, өйткені білесіз, қазір мен осы 3 килограммды бір аптада тастасам, мен осындай жаңағы өзіме сыйлық жасаймын, осыны мен сатып аламын, соған мен жетуім керек деген сізде ең бастысы мотивация мықты болуы қажет. Түсінікті, Екінші советті түсіндіңіздер, сол нәтижелерге жеткен кезде сыйлық жасамайтын болсаңыздар, онда сіздерде мотивация бірден түсіп кетеді. Біреудің берген мотивациясы сізге 72 сағатқа ғана жетеді, яғни 3 күнге. Қазір мен сіздерге күнделікті мотивация беріп отырмын, 3 күн ғана сіздер ол мотивациядан азықтанасыздар, әрі қарай өздеріңіз алып кетпейтін болсаңыздар, өздеріңіз мотивация алмайтын болсаңыздар, менің айтқанымды орындамайтын болсаңыздар, әрдайым позитивпен жүрмейтін болсаңыздар, стресспен болатын болса, немесе ұйқысыздық болатын болса, немесе тағы да басқа жаңағы проблемаларды ойлап жүретін болсаңыздар, сіздерде арықтау процесі болмай қалады. Дұрыс болмай қалады. Шынымен де 10 күнде 5 килограмм салмақ тастағыңыз келе ма? Жасаңыз. 10 күннен болмаса алып тастаңызшы негативті ойыңыздан, тек позитив ойлаңыз да, күнде музыканы қойып қойыңыз. Музыка қоймасаңыз да өзіңіздің көңіл күйіңізді көтеріңкі қылып жүріңіз да, әрдайым айнаға барып таңертең тұрып алып, менде барлығы жақсы, менде барлығы керемет деп өзіңізді ең болмаса 10 күн бойы сендіріп көріңіз. Шынымен де нәтиже шығады қыздар. Егер дұрыс тамақтанатын болсаңыздар қыздар, тек қана мен дұрыс тамақтанып жүрмін, осының барлығын жасадым, болды, менде барлығы керемет болып кетеді деген сөз емес қыздар. Дұрыс тамақтанумен бірге міндетті түрде жаттығуды жасауларыңыз керек. Міндетті түрде биді билеулеріңіз керек, міндетті түрде шапты жүрулеріңіз керек, міндетті түрде жаттығуды жасауларыңыз керек. Жүгіруді шамаларыңыз келгенше жүгіресіздер, шамаларыңыз келгенше секіресіздер, егер медициналық қарсылық жоқ болатын болса. Сонда сіздерде шынымен де 10 күнде спокойно 5 килограмм тастау жеңіл жүретін болады қыздар. Енді келесі 2 советті ешқашан ұмытпаймыз қыздар, әрдайым есте сақтап жүреміз, ары қарай сіздерде барлығы жақсы болады. Психологиялық дайындық. Енді біз психологически өзімізді қалай дайындауымыз қажет, Қазір айтатын болам, қараңыздар. Дұрыс мақсат қоя білу.
міндетті түрде осыны жазып алыңыздар, дұрыс мақсат қойыңыздар. Біреудің осы адам 20 килограмм бір айда тастаған екен, мен де 20 килограмм тастауым керек деп ондай мақсат қоймаңыздар. Сіздің бүгінгі салмағыңызбен ертеңгі салмағыңызда нәтиже болатын болса 100 грамм 100 грамм сіз тастаған болсаңыз, оның өзі сізге үлкен мотивация болу керек. Соның өзінен сіз мотивация алуыңыз қажет, басқа біреудің салмағынан емес. Дәл солай мақсат қойған кезде де шамаңызға қараңыз. Мысалы, ауырып тұрған болсаңыз, немесе сіз жүкті болатын болсаңыз, немесе емізетін болатын болсаңыз, немесе физикалық жаттығу сізге жасауға болмайтын болса да, сіз барып бірден мен 20 килограмм салмақ тастаймын деген мақсат қою ол дұрыс емес. Айтыңыз, егер сондай қарсылықтар болатын болса, жаңағы жаттығу жасай алмайтын болсаңыз, ең болмаса мен осы 2 аптада 5 килограмм салмақ тастаймын. Немесе 3 аптада 5 килограмм салмақ тастаймын деген мақсат сізде қоюыңыз қажет. Ол арман болып қалмау керек, ол арман емес. Мен 3 аптада 5 килограмм салмақ тастағым келеді деп жазбайсыздар. Мен 3 аптада 5 килограмм салмақ тастаймын. Сол менің мақсатым. Сол мақсатқа дұрыс қойсаңыздар болды. Шынымен де сол мақсатқа сіздер жетесіздер. Өйткені адам жасайтын кезде алдында мақсат тұратын болса, сол мақсатқа жету процесі тез жүретін болады, қыздар. Екіншісі, аз қадаммен бастау. Яғни бір күнде, мысалы бір күн мен екінші күннің арасында 500 грамм болсын, немесе 400 грамм болсын, соның өзі сізге өте үлкен қуаныш, өте үлкен нәтиже болып көрінуі қажет. Вау, менде өзгеріс болды. Ал егер мен дұрыс тамақтанбағанымда, ал егер мен бұның барлығын жасамағанымда, онда менде керісінше апта сайын немесе күн сайын 400 грамм, 500 грамм қосылатын еді ғой, деген сияқты сізде ой болу керек та. Сол себепті өзіңізді әрдайым биікке қойып үйреніңіз. Келесі, күнде таңертең жаттығу жасаған соң айнаға қарап, қаншалықты өзіңізді жақсы көретініңізді айтыңыз. Оны жаңағы бірінші советта мен сіздерге айтқан болатынмын, соны міндетті түрде сіздер де қайталауларыңыз керек. Арықтауға қатысты аффирмацияларды айтыңыз. Ол жаңағы мен арықпын, мен әдемімін, мен сұлумын, мен жаспын, мен көріктімін, өте көп қой аффирмациялар. Айтып үйреніңіз. Оның барлығы бір өтірік нәрсе деп ойлауларыңыз мүмкін, шынында да ол нәтижесін өзінің көрсетеді. Мен өзім де әрдайым, мен жас күнімнен, бала күнімнен менде артық салмақ болды. Инста парақшамнан көрсеңіздер, бүкіл оқиғамды біле аласыздар. Қалай мен мектеп кезінде артық салмақтан өзімді жеңуге тырыстым, бірақ болмады да. Балалық кезімде, мектепке бармайтын кезімде де маған барлық айтатын, сен жалпақ, бетің семіз, өзің семіз, бір жаман сөздерді айтатын да. Соның барлығын мен де жеңіп шықтым. Қай кезде жеңдім? Мен оны студент кезде ғана жеңе алдым. Оған дейін менде мүмкіндік болмады, бұндай ойлар да болған жоқ. Мен мүлдем тамақ жемей қойған күндерім де болды да, мүлдем бір апталап тамақты шектеп тастаған күндерім болды. Бірақ оның нәтижесі менде гиповитаминоз деп айтып жатамыз ғой. Адамның ағзасында дәруменнің жетіспеушілігі, Д дәрумені, ферритин 7-ден төмен болып кеткен ғой. Менде ол норма 30 бен 100-дің арасында болатын болса, менде керісінше төмен түсіп кеткен. Өйткені оның барлығы диета ұстағаннан болып шықты да. Ал сіздер қазір барлығын алып отырсыздар, менюді алып отырсыздар, ешқандай диета ұстаудың қажеті жоқ, тек сырттан қосымша жаттығулар жасасаңыздар жеткілікті. Және де осы менің айтып отырған миды жақсы жаққа өзгерту. Яғни негатив ойламаймыз, тек позитив ойлаймыз, және де күнделікті айнаға қарап, өздеріңізді қаншалықты жақсы көретіндеріңізді, өздеріңіздің қаншалықты әдемі екендеріңізді күнделікті айтып жүретін болсаңыздар, сіздерде нәтиже күшті көрінетін болады, қыздар. Әрбір тастаған салмағыңыз үшін өзіңізге сыйлық жасаңыз. Айттым, қандай сыйлықтар жасау керек екен. Соның барлығын сіздер де міндетті түрде жасаңыздар. Сыйлық жасаңыз, ол сіз ешқашан өзіңізден бір нәрсені аяй беретін болсаңыз, тек бала-шағаға деп. Мысалы да енді.
ертең бала шағаңыздың өзі сізді құрметтемейтін болады қыздар. Олай жасамаймыз. Бірінші өзімізді құрметтейміз, одан соң барып бала шаға сізді құрметтейтін болады. Айналаңыздағы адамдар сізді құрметтейтін болады. Өзіңізді сәл болсын еркін сезініп, өзіңіздің ойыңыз бар екенін, өзіңіздің шамаңыз келетін, арықтай алатын басқаларға сіз де көрсетуіңіз қажет, сіз де дәлелдеуіңіз қажет. Бірақ өзіңізді төмен түсіріп, барлығының артында жүретін болсаңыз, онда сізде ешқандай нәтиже болмайды. Сол қандай стресстік жағдай, сол күйі өмірден өтіп кетуіңіз мүмкін. Ол ешкімге қажет емес. Барлығымыз білесіздер, артық салмағы бар адамның бір ауруы бар, Ол артық салмақтан білесіздер, қаншама аурулардың ең бірінші себебі ол артық салмақ. Яғни сіз содан арылатын болсаңыз, денсаулығыңыз да жақсарады, өміріңіз де жақсарады, айналаңыздағы адамдардың сізге деген қарым-қатынасы да жақсаратын болады, қыздар. Түсінікті, осының барлығы. Енді келесі бізде дәрумендер, қыздар. Дәрумендер, яғни сізге қажетті дәрумендер. Мына дәрумендерді жазып алыңыздар, қыздар. Бұл дәрумендер көп адамдарда дефицит болып жатады. Осы дәрумендердің дефициті бар немесе жоқ екенін қалай білуге болатын, қазір мен сіздерге айтатын боламын. Көбінесе, егер шамаларыңыз келетін болса, арықтауды бастап жатқан болсаңыздар, ең алдымен сіздерге анализ тапсыру қажет. Анализ, яғни сіздер Д дәруменіне анализ тапсырыңыздар, ферритинға анализ тапсырыңыздар, гемоглобинға анализ тапсырыңыздар, общий белоктың нәтижесін көріңіздер, общий белоктың нәтижесін. Анализ мочи, анализ крови міндет түрде, оның барлығын сіздерге тапсыру қажет. Және де міндет түрде гормондарға тапсыру керек. 4 соның барлығына міндет түрде тапсыру керек. ТТГ, ТТ3, ТТ4, тағы общий, соның барлығына тапсыратын болсаңыздар, уже сіздерде белгілі болады. Не үшін? Сізде артық салмақ бар. Мүмкін сізде гормондық өзгерістер болуы мүмкін. Бала туғаннан соңында немесе бала көтеру кезінде де адамдар әртүрлі гормондар ішіп жатады, дифастон болатын болсын, ол басқа болатын болсын, баланы көтеру үшін, немесе месячный қалыпты емес адамдар болады, қалыпты емес қыздар болады, 2 айда бір келетін, олар соны қалыпқа келтіру үшін де көптеген гормондық дәрілер ішіп жатады, сол арқылы оларда салмақ қосылып жатады, қыздар. Соны бірінші анықтаймыз. Сол анализдер шамаларыңыз келсе тапсырыңыздар. Нәтижесін білгілеріңіз келсе, анализдің результатын маған WhatsApp-қа жіберсеңіздер болады, немесе Instagram-ға жіберсеңіздер болады, Нәтижесін білген соң көріп, мен сіздерге қандай өзгерістер бар, қандай дәрумендер ішу қажет, оның барлығын сіздерге айтып бере аламын, егер сіздер тапсыратын болсаңыздар. Ал қазір сіздерге профилактика ретінде, қажетті дәрумендердің тізімін жазып қойдым, осыларды қолдансаңыздар болады. Яғни А дәрумені. Не үшін? Біз аевит деген дәрі бар ғой, білсеңіздер, дәрумен. Өте арзан тұрады, қыздар, аптекаларда, дәріханаларда сатады. Соны қолданатын болсаңыздар, ол жерде мына А мен Е дәрумені бірінші біздің сыртқы келбетіміз, яғни кожа деп айтып жатамыз. Кожаның құрғақ болып кетуі, сухой кожа деп айтып жатамыз ғой, соның құрғақ болып кетуіне ықпал тигізеді. Егер сізде А мен Е дәрумен тапшылық болатын болса. Екінші, шашыңыз түсіп жатады. Үшінші, мына тырнағымыздың сынғыштығы, қыздар. Және де міндет түрде көзіміздің көруінің нашарлауы. Осы А-ның жетіспеушілігі ағзамызда, және де Е дәруменінің де жетіспеушілігі осындай белгілермен. Осындай белгі көретін болсаңыз, өзіңіздің ағзаңызда, міндет түрде аевитті алып ішсеңіз болады. Немесе анализ тапсырыңыз. Анализдің ең дұрыс нәтиже ол анализ. Б дәрумені, Б комплекстар болады, бірақ общий дәруменнің барлығының комплексін ішуге болмайды, қыздар. Именно осы Б-ның жеке өзінің комплексі болады. Б1, Б2, Б6, Б12 деп кете береді оларшы. Б9. Сондай комплексі болады. Соны ішетін болсаңыздар, бір несін, бір дозасын дейді ғой, өзі бір берілетін несін. Соны ішетін болсаңыздар, сіздерде есте сақтау қабілеті жақсы болады. Есте сақтау қабілеті жақсаратын болады, мидың жұмысы жақсарады, стресстік жағдайлардан тез құтылатын боласыздар, қыздар.
Және де мына жерде Д дәрумені, С дәрумені, яғни С білесіздер, ол иммунитет, иә. С дәрумені көбінесе аскорбиновая кислотаны адамдарға система арқылы салып жатады. Аппетит жоқ кезде, немесе иммунитетті көтеру үшін ауырып жатқан кезде де, иә, аскорбиновая қышқылы деп айтып жатамыз ғой. Вот соны салдырып жатады. Ал егер сіздерде дефицит болатын болса, онда сіздер аурушаң болып келесіздер. Мұрындарыңыз ағып, немесе бір тұмау болып, тамақ ауырып, тамақ қызарып, оның барлығы мына біздің сыртқы факторлардың адам ағзасына тез әсер етуі, иммунитеттің нашарлауы. Түсінікті, қыздар? Д дәрумені біз көбінесе күннен аламыз, Д дәрумен. Ал ойлаңыздар, біз 2 жылдан бері бізде жаңағы үйде отыру карантин болып кетті. Ешқандай жұмысқа да барып келмейміз күнді көру үшін. Үйде отырып, үйде сабақ береміз, үйде отырып, үйде жұмысымызды жасаймыз. Ешқандай далаға шығуға болмайды деген сияқты, карантин болып кетті. Сол уақытта адамда Д дәрумені өте төмен болып кетті. Менің өзім де төмен болып кетті. Қазір Аллаға шүкір, мен ол дәрумендерді ішіп жатырмын. Менде қазір 34 болды норма. Яғни 30 бен 100-дің арасы ғой, Д-ның нормасы, Менде қазір 34, яғни қалыпты менде көтеріліп келе жатыр Д дәруменнің нәтижесі. Дәл солай, сіздерде міндетті түрде тапсыруларыңыз қажет. Д дәруменін негізі әрбір адам ішуі қажет. Профилактикалық өзінің дозасы болады. 1000, 2000 жаңағы өзінің единица измерениясы бар, МЕО деп. Вот соны ішулеріңіз қажет. Ал егер сіздерде дефицит болатын болса, мен өзім күнделікті 10 000-дық дозасын ішетін. Қазір де ішіп жүрмін 10 000-дық дозасын. Сіздерде жаңағы төмен болып жатса 5000-ды жазып береді дәрігер. Егер мүлдем дефицит болып жатқан болса, онда 10 000 немесе 50 000, аптасына бір рет 50 000-ды жазып беруі мүмкін сіздерге. Вот сол себепті тек жаз уақытында Д-ны кей адамдар ішпейді, өйткені жазда күн ыстық, күнге шығады, күннен дәрумен алады да. Ал сіздерде дефицит болатын болса, онда мына тістеріңіздің шіріуі, байқасаңыздар, тістің сынуы, сүйектің жаңағы сынуы, яғни әлсіреуі, рахит деп айтып жатамыз, балаларда Д-ны не үшін туылғаннан жаңағы 6 айдан бастап мысалы беріп жатамыз ғой. Сол кезде не үшін береді? Өйткені оларда сүйектері түзу, әдемі болып орналасуы үшін, ешқандай қисайып кетпес үшін, омыртқасы түп түзу болу үшін, тік ұстау үшін өзін, Сол себепті балаларда растущий организм деп айтамыз ғой. Дәл солай өсіп жатқан организмға Д-ны міндетті түрде беру қажет, және сіздер де өздеріңіз алдағы уақытта аяқтарыңыз жаңағы құлап қалсаңыздар тез сынып қалмас үшін, немесе бір суставтарыңыз ауырмасы үшін, сүйектеріңіз ауырмасы үшін міндетті түрде Д-ны ішуіміз қажет. Барлығымыз міндетті түрде Д-ны ішуіміз қажет, қыздар. Омега-3, яғни қараңыздар, Д жаңағы майда еритін дәрумен Д. Оны сіз тамақпен бірге ішуіңіз қажет. Егер тамақпен бірге іше алмасаңыз, онда сіз осы омега-3-пен бірге ішуіңіз қажет. Егер сумен ішетін болсаңыз, омега-3 ол май, яғни пайдалы май, біздің ағзамызға қажетті май, Мына байқасаңыздар, қартайған адамда мына 2 сүйек бар ғой, тізесі бар ғой, тізесі. Тізенің 2 сүйектің арасы жаңағы май таусылып, былай қытырлайды. Яғни қышырлайды, екеуі осылай тиген кезде арасындағы жидкость таусылып қалады ғой, енді қартайған сайын барлығы кетеді, Мына 2 сүйектің арасы осылай былай скользкий болмайды, қатты болып тұрғандықтан оларда жаңағы ауырады, мына 2 сүйектің арасы. Соны қалыпқа келтіру үшін де міндетті түрде сіздерге омега-3-ті профилактика түрінде ішіп отыруларыңыз қажет. Яғни сіздер ол омега-3-ке де жаңағы анализ тапсырсаңыздар болады, дефицит болатын болса міндетті түрде ішу керек, дефицит болмайтын болса профилактикалық дозасын ішу міндетті түрде қажет, қыздар. Йодты біз, қыздар, тұздан аламыз. Яғни тұздың құрамында йод бар, йодированный соль деп айтып жатамыз. Өйткені барлығымызға йод маңызды. Егер сіздер рационда тұз аз болатын болса, енді тұз аз ғой, енді дұрыс тамақтану кезде тұзды аз қолданамыз, өйткені ол адамның денесінде жидкості ұстап тұрады, Сол себепті бізде отек болып кетіп жатады, ісіну, өзімізді жайсыз сезіну болып жатады. Соның барлығын
қалыпқа келтіру үшін, жаңағы отек болмас үшін тұзды азайтып, бірақ йодты көбейту үшін міндетті түрде сіздерге йод, ядомарин деп айтып жатамыз, иә, қарапайым жаңағы дәріханаларда сатады қыздар. Ол қымбат емес, ол арзан. Егер дәрігермен кеңесесіздер, міндетті түрде көрініңіздер, анализді тапсырыңыздар. Шамаларыңыз келсе, алып ішіңіздер. Шамаларыңыз келмесе, тамақтан алыңыздар. Осы тағамдардан жаңағы көбірек сол тағамдарды қолданыңыздар да, сонда сіздерде ең болмаса тамақпен ағзаға баратын болады. Бірақ мына цинк қыздар, цинк, минералдар, цинк, оның барлығы біздің ағзада көбінесе мына сумен келеді. Яғни сіздер фильтрдің суын ішетін болсаңыздар, онда жақсы. Ал егер қайнатып ішетін болсаңыздар, бүкіл біздің ағзаға қажетті минералдар, тұздар, оның барлығы жойылып кетеді қыздар. Сол себепті жаңағы магний деп айтып жатамыз, иә. Мысалы, магний тұзына біз шомылуымыз қажет, ванна қабылдауымыз қажет. Денемізді жаңағы сәл расслабиться етуге, шынықтыруға, демалдыруға, өзіміздің миымызды демалдыруға міндетті түрде біз жаңағы магний тұзына өзіміз бір 500 грамм салып ваннаға сәл 1 сағаттай демалып алуымыз қажет. Шынымен де адамнан стрессті тез алып тастайды. Әр қарай да жұмыс жасаған кезде сіздерде ондай стресс болмайтын болады қыздар. Шынымен де арықтағыларыңыз келсе, осының барлығын шамаларыңыз келгенше қолданыңыздар. Жарайды ма? Түсінікті, иә, сіздерге дәрімендердің барлығы түсінікті деп ойлаймын. VIP курс нешесі басталады дейді қыздар. Ертең, иншалла, ертең кешкі сағат 9-да бастаймыз қыздар. Енді ары қарай дәрімендер түсінікті деп ойлаймын қыздар сіздерге. Міне, анемия бар кісілер. Анемия деген, яғни қанның аздығы, ферритиннің аздығы. Егер сіздерде гемоглобин 90-нан төмен болатын болса, анализ тапсырған болатын болсаңыздар, гемоглобин 90-нан төмен болатын болса, демек сіздерде анемия бар. Ферритин 10-нан төмен болатын болса, демек сіздерде ферритин мүлдем аз деген сөз. Ол да 30-дан жоғары болу керек мөлшері. 30 бен 100-дің арасы болу керек. Ең жақсы ферритин ағзада 70 болған кезде тіптен керемет, жақсы нәтиже оның барлығы. Гемоглобин 140-қа дейін, 140-қа дейін болатын болса, онда жақсы гемоглобиндарыңыз. Ал 90-нан төмен болатын болса, ферритин 10-нан төмен болатын болса, мына жерде мен тотема деп жазып қойдым, 2 мезгіл ішсеңіздер болады. Ол жаңағы, егер шынымен де осында анализ тапсырып, нәтижесін көріп отырсаңыздар, не ішсем болады десеңіздер, тотеманы сіздерде қарапайым дәріханадан алып қолдансаңыздар болады. Бірақ ешқандай анализ тапсырмай бұларды ішуге болмайды. Және де бұлар жаңағы нәтижелерін көріп, сіздердің дәрігерлеріңіздің өздері де айтуы мүмкін, тотеманы қолдансаңыздар болады. Немесе айхербтың хемоплекс деп айтып жатамыз. Хемоплекс тез көтереді осы ферритинді. Соны қолдансаңыздар болады. Енді оның барлығы өздеріңіздің шамаларыңызға байланысты. Тотема қымбат емес, арзан. Сол себепті гемоглобин төмен болатын болса, ферритин төмен болатын болса, көтеру үшін қолдануға болады. Бірақ ең жақсысы ол өздеріңіздің жаңағы азық-түліктеріңіз, жеген азық-түлік, яғни етті өнімдер көбірек, бауырды көбірек қолданыңыздар. Оның барлығының құрамында жаңағы темір көп, яғни оның ферритин да, гемоглобин да жақсы көтерілетін болады. Енді мен ертең таңда төлем жасасам бола ма дейді, 3000 теңге дейді. Алдағы уақытта қыздар айтам, Енді қараңыздар, емізетін аяғы ауыр келіншектер. Сіздер қалай тамақтануларыңыз қажет, сіздер өйткені меню берілді, ол жерден көрдіңіздер. Одан бөлек қарындарыңыз ашатын болса, міндетті түрде қосымша сорпа, сүт, шай, аз-аздан каша, мысалы сумен сүтке араластырып пісірілгенді, арасына 1 қасық қолдың сары майын қосып жіберіңіз, араластырып ішіп жеп алыңыздар. Жақсы нәтиже береді өзінің. Жаңағы балаға жақсы сүт болады. Енді белоктың мөлшерін көтеру қажет. Емізетін аяғы ауыр келіншектер белоктың мөлшерін көтеріңіздер. Яғни белок қандай тағамдарда бар? Ақуыз, ол субпродукталар. Субпродукты деген мына малдың жаңағы бүйрегі, бауыры, өкпесі, жүрегі, соның барлығын сіздер көбірек қолданыңыздар. Сонда сіздерде ағзада қажетті белоктың көлемі жақсы көтерілетін болады. Жұмыртқада бар, етте, балықта бар.
морепродукты, яғни балықтар, балықтың және жаңағы әртүрлі креветки өте көп қой, жәндіктер суда өмір сүретін. Вот солардың көбісінде осы ақуыздың құрамы көп. Сүт өнімдерінде де көп қолдансаңыздар болады. Сонда сіздердің ағзаларыңызда ақуыз жеткілікті мөлшерде болған кезде сіздерде дефицит болмайды. Яғни балада да сүт жеткілікті, сіздің де арықтау процесіңіз тез болады. Белок сіздің майларыңыз, еріген майларыңыздың орнына мышечная масса, яғни бұлшық етті толтырып тастайды. Сонда сіздің денеңіз қатты болып тұрады, және де салмағыңыз арықтап, кәдімгідей салмақ тастап, және де өзіңіздің упруги, яғни денеңіз өте сондай жақсы, яғни ешқандай былай салбырап тұрмайды, денеңіз қалыпты, четкий болып тұрады. Түсінікті, сол себепті белокты көбірек қолданыңыздар, емізетін әйелдер. Енді келесі қыздар, мына жерде қант диабеті. Қант диабетімен ауыратын адамдар арамызда бар, сіздерге жаңағы міндетті түрде эндокринологқа барып, жаңағы ораза ұстайтындар, ораза жаңағы ұстауға бола ма, болмай ма, ол жайлы сөйлеулер, жаңағы сұрауларыңыз қажет, Негізі осы дұрыс тамақтануда әр дүйсенбі және де бейсенбі күні ораза ұстасаңыздар тіптен жақсы, қыздар. Не үшін? Өйткені адамның Алла тағала сондай жаңағы құдіретті, сіздердің ағзаларыңызға да тазалану міндетті түрде қажет. Әрбір дүйсенбі, бейсенбі күні ораза ұстайтын болсаңыздар, жаңағы таңғы астарыңызды ішесіздер, кешкі астарыңызды ішесіздер, суды өздеріңіздің күнделікті норма суларыңызды екіге бөлесіздер. Таңертең жартысын, кешке жартысын ішіп таусасыздар, яғни түнде де ішсеңіздер болады, солай ішіп таусуларыңыз қажет. Сонда сіздерде арықтау процесі жақсы жүреді, еш уайымдамаңыздар, қарындарыңыз ашпайды, денсаулықтарыңыз жақсарады. Ол бір жағынан біздің жаңағы өмірімізде сүннет, пайдалы, өзіміздің денемізге де, ағзамызға да, барлығына пайдалы, асқазанымызға да пайдалы. Енді қант диабетімен ауыратын адамдар міндетті түрде эндокринологқа барып, жаңағы егер ораза ұстағыңыз келсе, осы арасында сондай адамдар болатын болса, дүйсенбі, бейсенбі күні ұстағыңыз келсе, ораза ұстайтын жөнінде міндетті түрде сөйлесу қажет, бола ма, болмай ма. Егер рұқсат беретін болса, міндетті түрде сіздер препараттардың дозасын түсіруге мүмкіндіктеріңіз бар. Яғни қант диабетімен ауыратын адамдар көп жаңағы қант диабетіне қарсы препараттарды ішеді, дәрілерді ішеді. Бірақ сіздер ораза ұстайтын болсаңыздар, керісінше сол ішетін дәрілеріңіздің көлемін азайтсаңыздар болады. Сонда сіздерде ешқандай қанттың мөлшері көтеріліп кетпейді, қыздар. Сосын гликометр болуы қажет. Яғни гликометр жаңағы қанттың деңгейін өлшейтін аппарат, Оны өлшеу өте оңай, қиын емес. Оны әрдайым қолдарыңызда ұстап жүрулеріңіз қажет. Өйткені ораза ұстаған адам ертең жаңағы қант көтерілу ол мүмкін емес. Бірақ қатты түсіп те кетпеу керек, гликометр міндетті түрде болуы қажет. Гипогликемия, яғни сіздерде қант диабетімен ауыратын адамдарда керісінше төмендеп кететін болса, оның өзі сіздерде мынандай аурулар болуы мүмкін. Жаңа терлеу, бозару, шаршау, аштық, бас ауруы. Осы аурулар сіздерде пайда болуы мүмкін. Яғни сізде қанттың мөлшері тіптен төмендеп кеткен кезде өздеріңіз байқайсыздар. Осындай аурулар болып жатса, ораза ұстап тұрған кездеріңізде оразаны ашуға болады. Яғни оны өздеріңіздің шамаларыңыз келгенше, қыздар, міндетті емес. Мен осы ораза туралы осы эфирді айтқым келді, өйткені біз жаңағы күнделікті ашыға бермейміз, күнделікті дұрыс тамақтанып жүріп, және де ораза ұстайтын болсақ, онда бірақ 30 күн ораза емес, қыздар, осы аптасына 1-2 рет ораза ұстасаңыздар жеткілікті. Ол енді әркімнің өз шамасына байланысты. Қант диабеті бар адамдар түсінікті, Енді аутоиммундық аурулар. Көбісі біле бермейді, аутоиммундық аурулар, яғни иммунитетке байланысты аурулар, Ол қандай аурулар? Ол жаңағы вирустар ғой, енді айтқанда. Әртүрлі жұқпалы аурулар сізге вирус арқылы жұғатын, ол тұмау болсын, жөтел болатын болсын, нағыз қызып жаңағы
қайнап тұрған шағы да сізде созылмалы ауруларда, мысалы осы аутоиммундық аурулардың қатарына жатады да, ондай аурулары бар адамдар, сіздерге ескерту, глютен, яғни глютені бар тағамдарды жемеген абзал. Шамаңыз келгенше жемеңіз. Яғни глютен деген, байқасаңыздар, безглютеновая мука деп сатылады, безглютеновая, яғни глютенсіз ұндар, күріш ұны, бидай ұны, жаңа бидай емес, қара бидай ұны, немесе жүгері ұны, сұлы ұны, көп қой, глютені жоқ ұндарды қолданыңыздар. Солардан сіздер әртүрлі тәтті тоқаштарды дайындасаңыздар болады. Мен жаңағы курсыма қатысқан қыздар, олар ПП торттарды жасауды біледі. Сосын сүтті өнімдерді 6 айға дейін шектейсіздер. Өйткені аутоиммундық аурулары бар адамдар сүтті өнімді көбірек қолданатын болса, олардан айтамыз ғой, гайморит және де тамақ ауруы көбейеді. Тамақ ауруы және де гайморит. Сиырдың сүті, именно сиырдың сүтін көп қолданатын адамдар. Ал ешкінің сүті, түйенің сүті, биенің сүті, оны қолдана берсеңіздер болады. Ол шипалы, пайдалырақ сиырдың сүтіне қарағанда. Бірақ аутоиммундық ауру сізде болатын болса, онда сүтті өнімдерден, осы сиыр сүтінің өнімінен 6 айға дейін бас тартасыз. Келесі, қант, кофе, тәтті газды сусындардан бас тартуыңыз қажет. Оны енді қант диабетімен ауыратын адамдарда, жалпы барлық дұрыс тамақтанып жүрген адамдарда біледі, қантта қазір айтатын болам, алдағы уақытта міндетті түрде қандай инсулиннің көтеріліп кетуі, жаңағы адамның ағзасында қанттың көтеріліп кетуі, кофе, кофеин, оның барлығы біздің ағзаға зиян. Оны мүлдем қолданбаған абзал қыздар. Шамаларыңыз келе ма, қолданбаңыздар. Енді бір сондай күшті супер кофе болмаса, жаңағы өйткені қазіргі кофенің барлығының ішінде қоспалар қосылады да, сіз бір натуральный бір жерден бір таппасаңыз қолдануға болатын кофені да, былайынша кофелерді қолданудың маңызы жоқ, ол пайдалы емес. Сіздің ағзаңызға жаңағы тек привыкание, әдетке қайнап сізді соған үйір қып қояды да, сіз соны ішпесеңіз тұра алмайсыз, ауырасыз, немесе ұйықтай алмайсыз, немесе тағы да бір сондай жағдайға келіп қояды. Ол кофелердің барлығы қазіргі 3 в 1, 4 в 1, не знаю, солар сондай түрлер бар да, олардың оның барлығы сіздің ағзаға ешқандай пайдасын тигізбейді. Шынымен де 10 күнде 5 килограмм салмақ тастау үшін сіз осы нәрселердің барлығын орындауыңыз қажет. Орындайсыз ба, нәтижеге міндетті түрде жететін боласыз қыздар. Енді тәтті газды сусындарды мен сіздерге айттым, болмайды. Ішпеңіздер, болмайды. Ол сіз жаңағы тетрапакеттегі сусын болатын болсын, натуральный сок деп жазып қоятын болсын, оның барлығын қолданбайсыз. Өйткені ондай тетрапакеттегі жаңағы соктардың барлығы, білесіздер, міндетті түрде сыртында Е деген таңба болады. Яғни краситель, ароматизатор, жаңағы өз қалпында ұстап тұратын, соны ұзақ уақыт сақтап тұратын қоспалар қосылады. Оның барлығы біздің ағза 100% қорытатын тағамдар, ол 100% табиғи өнімдер. Жаңағы өзіңіздің огородыңыздағы помидор, огурцы, баклажан, болгарский, клубника, черешня деген сияқты, соның барлығын 100% қорытады, 100% етті де қорытады. Бірақ сіз мынандай қоспалы әртүрлі тағамдарды, химиялық тағамдарды ағза қорыта алмайды, қыздар. Ол оған үйренбеген, ол табиғатынан сондай нәрсе да, енді сондай біздің ағзамызда мясорубка десек те болады да. Жаңа мясорубка, мысалы, темірді сасаңыз, сіз оны шайнай алмайсыз қой, өткізе алмайсыз қой. Дәл солай біздің ағзаға да химиялық заттар түскен кезде ол толықтай қорытылмайды. Тек азырақ бөлшегі қорытылады, қалғаны токсин шлак болып біздің асқазанда шіріп, іріп, ертең асқазан жарасы, яғни язва пайда болуы мүмкін сіздің ағзаңызда. Ол сізге керек па? Керек емес. Сондықтан міндетті түрде осындай тағамдардан бас тартамыз. Менюді толық ұстану. Яғни мен сіздерге менюді бердім, ұстаныңыздар. Ешқандай қиындық нәрсе жоқ ол жерде, барлығы оңай, қарапайым үйдегі бар тағамдар. Шамаларыңыз келгенше барлығын ұстаныңыздар. Түсінікті, барлығы. Енді қараңыздар, өтте тас бар кісілер, немесе өтін алдырған кісілер,
Сіздер әрдайым өт препараттарын сырттан енгізулеріңіз қажет. Өтіңізді алдырдыңыз ба, демек сырттан сіз өт препаратын қолданбайтын болсаңыз, сізде өт деген жаңағы біздің жеген тамағымызды енді өт әрдайым шығып тұратын болса, тамағымыз тез қорытылады ғой. Ал өт болмаған кезде сырттан енгізетін болса, онда барлығы жақсы болады асқазанда. Ал сырттан енбейтін болса, сізде диарея болуы мүмкін, понос болуы мүмкін, өте көп сондай кері әсерлері болуы мүмкін. Яғни өтті не үшін алдырып тастайды, немесе не үшін ондай нәрсе пайда болады, не үшін өт толып кетеді деген сияқты ғой. Өт қоюланады. Яғни сіздің әрбір жеген майлы тағамыңыз, қазір сізде өтіңіз 100% жақсы істеп тұрған болса, ертең сіз майлы тағам жейтін болсаңыз, немесе қанты көп тағам жейтін болсаңыз, жаңағы әртүрлі пальмовое масло деп айтып жатамыз ғой, біздің ағзаға зиянды майларды қолданатын болсаңыз, дұрыс емес тамақтарды көбірек қолданатын болсаңыз, оның барлығы өттің қоюлануына алып келеді. Ертең ол тасқа айналады, өт қоюланған кезде, немесе жаңағы құмға, тасқа, сосын біз ол тасқа айналған кезде қыздар оны алдырып тастайды. Яғни алдырып тастамаса, ертең өтіңіз жарылған кезде сіз өліп кетуіңіз мүмкін. Соншалықты бір 2-3 сағаттың ішінде сізге жаңағы операция жасап тазалап тастамаса, ол өт тараған кезде бүкіл ағзаны улап тастайды. Сол арқылы да көбінесе өтті алдырып тастайды. Ал соның алдын алу үшін, сізде ондай проблема болмас үшін міндетті түрде дұрыс тамақтануыңыз қажет. Қазірден бастап суды жақсылап ішетін болсаңыз, қазірден бастап менюді ұстанатын болсаңыз, дұрыс тамақтанатын болсаңыз, анализіңізді тапсырып, қай жерімде ауру бар, қалай емдеуім қажет, қандай диетический столдар бар да, мысалы жаңағы бауырдың ауруына, немесе тағы да басқа бір жердің ауруына, қант диабетіне, әрбірінің өзінің 15 стол ма, сол 15 медициналық столдары бар, диетаға арналған. Соларды ұстануларыңыз қажет. Сонда сіздерде ағзаларыңызда барлығы жақсы болады, жақсы жұмыс жасайтын болады. Ал жаңағы бейғам қарайтын болсаңыздар өздеріңіздің денсаулықтарыңызда, онда ертең сіздерде артық салмақ пайда болады, артық май, артық жаңағы аурулар пайда болады. Оның барлығы адамның жаңағы тез қартаюына алып келеді. Тез қартаю және де тез өмірден өтуіне алып келеді қыздар. Оның барлығын болдырмас үшін әрдайым салауатты өмір салтын ұстануларыңыз қажет. Тез салмақ тастағыларыңыз келе ма? Осының барлығын міндетті түрде орындаңыздар қыздар. Енді қараңыздар, мына бүйрек үсті безінің қызметі төмендеу, яғни кортизол гормонының азаюы. Алдағы уақытта кортизол туралы айтатын боламын міндетті түрде. Белгілері: кортизол гормоны азайған кезде ұйқыдан тұра сала шаршау басым болады. Яғни ұнды тағамдардан міндетті түрде бас тартуларыңыз қажет. Егер сіздерде осы кортизол гормоны азайған болса, қант немесе қанттан жасалған тағамдарды азайтуыңыз қажет. Міндетті түрде жаңағы жеміс жидектерді көп жеуге болмайды да, кортизол төмендеген болса. Оны қалай білеміз? Оны ұйқыдан тұра сала шаршау сізде басым болатын болса, осының барлығын міндетті түрде орындау қажет. Магний ішуге кеңес беремін қыздар. Магний тұзына ванна қабылдасаңыздар болады. Оның барлығы біздің ағзаға тек пайдасын тигізеді. Сіздің мына шаршауыңызды басады да, бүкіл денеңіздің жақсы жұмыс жасауына ықпалын тигізетін болады қыздар. Түсінікті, енді тағы бір сіздерге айтатын нәрсе, көрсететін нәрсе, міне қараңыздар. Яғни углевод, көмірсулар, жеңіл көмірсуларды сіздер көбірек тұтынатын болсаңыздар, тәтті тағамдар, конфеты, печенье, торт, пирог, тағы да газдалған сусындар, тәтті сусындар, соның барлығын көбірек қолданған кезде сізде қант диабеті пайда болады. Қанттың мөлшері көбейеді. Қанттың мөлшері көбейген кезде инсулиннің деңгейі жоғарылайды қыздар. Инсулиннің деңгейі жоғарылаған кезде мына кортизол деңгейі төмен түседі. Кортизол жаңа айттым, сол кортизолдың деңгейі төмендеген кезде сізде шаршау пайда болады. Шаршау, стресс, ұйқының қанбауы, қанша ұйықтасаңыз да бәрібір сізде шаршауда. Сондай нәрселерді болдырмас үшін, не үшін мен әрдайым шаршау, маған еш нәрсе қызық емес, мына арықтай алмаймын, жаттығу жасай алмаймын, еш қайсысына құлқым жоқ деп айтатын адамдар, сіздерде ең басты проблема осы шаршау. Шаршаудың барлығы неден пайда болады? Шаршаудың барлығы мына кортизолдың
барлығының деңгейінің төмен түсіріп тастағандықтарыңыздан қыздар. Инсулинді көтеріп жібергендіктеріңізден да қанттың мөлшерін көтеріп жібердіңіздер. Жаңағы көмірсуларды көтеріп жібердіңіздер. Соның барлығының проблемасы алып келетін нәтижесі осы шаршау. Түсінікті ма қыздар? Барлығына түсінікті етіп түсіндіре алдым ба? Сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар, мен сіздерге барынша жауап берсем. Менде өт жоқ дейді. Вот, Гүлназ ханым, сіз өтті сырттан препаратын ішіп жүрсіз ба? Таңғы асты без сахара ішемін дейді. Егер қыздар, көбінесе фруктыларда бізде қант бар, құрамында қант бар, құрамында жаңағы глюкоза бар да, яғни ол фруктыдың өзінің пайдалы глюкозасы. Оны жейтін болсаңыздар, сіздер көбінесе түскі уақытқа дейін жейтін болсаңыздар, онда сіздер ол кешке дейін сіңімділігі тез болады, жақсы сіңдіре аласыздар. Ал кешке жейтін болсаңыздар, ол ертең сіздерге қантқа айналып, ағзада инсулиннің деңгейін көтеріп, кортизолды түсіріп, шаршауды сіздерге қайтадан солай көбейтуі мүмкін. Сол себепті оны түсінікті дейді. Өте қуаныштым. Сабақ ұнағанына өте қуаныштым қыздар. Барлығы ұнады, барлығы түсінікті, барлығын орындаймыз, иншалла. Так, сұрақтары. Мен таңертең бір мезгіл без молока, без сахара ішемін дейді кофені. Вот, соны азайтыңыз. Бірінші күні өте аз салыңыз, келесі күні мүлдем кофені қолданбаңыз. Желательно шамаларыңыз келгенше 40 градустық жылы суды ішсеңіздер жақсы, фильтрдің суын. Бірақ қайнаған су емес қыздар. Емізетін әйелдер қайнаған су ішсеңіздер болады. Өйткені енді баланың іші ауырады деген сияқты, Енді барлығы түсінікті деп ойлаймын қыздар. Енді курс туралы мына жерде өте көп қыз сұрады. Бір түсіндіріп өтемін. Өйткені ол жерде бір 5 шақтыма орын қалды. Өте аз орын қалды. Өйткені қатсам деген қыздың араларыңызда өте көп екен. Шамам келгенше барлығын қостым. Бірақ сонда да қалып кеткен араларыңызда қыздар бар сияқты. Қатсам деп жүр. Бірақ жаңағы әлі төлем жасамаған қыздар бар екен. Енді қараңыздар. Курс, бір айлық курс 3000 теңге. Егер 24 сағаттың ішінде төлем жасайтын болсаңыздар, қыздар, ертең кешкі сағат 9-ға дейін уақыттарыңыз бар. Ертең иншалла кешкі сағат 9-да біз өзіміздің курсымызды бастаймыз. Бір айлық курс. Ол жерде сіздерге 10 видео сабақ беріледі. Одан бөлек 30 күндік меню беріледі. 5 ПП торт, 10 ПП тамақ берілетін болады. Аудио мотивация, жаттығулар программасы, группамен жұмыс, міндетті түрде лимфодренаж, өздерімізді бағалауды үйренеміз, өзіміздің әжімнен құтылуды үйренеміз иншалла. КБЖУ-ды есептеу, психология, би. Кешке мёдқа жаңғақ, өрік араластырып ішемін, бола ма дейді. Сіз оны таңертеңгі мезгілде ішіңіз. Барлығы түсінікті, рахмет дейді. Өте қуаныштымын. Қыздар, проны түсініңіздер, бұның бағасы 3000 теңге. Бір айға 3000 теңге, ол группамен. Ал енді егер жоқ, мен группамен мүмкіндігім жоқ, мен әрдайым группаны оқып отыра алмаймын, уақытым жоқ, маған жеңілі VIP, жеке менімен жұмыс жасаған ыңғайлы дейтін болсаңыздар, жаңағы сабақтардың барлығы болады продағы. Одан бөлек вакуум курсы, яғни ішпен жұмыс жасау, ішімізді салбыраған іштен құтылатын боламыз осы VIP-та қыздар. Бүкіл вакуум жасаудың техникаларының барлығын үйрететін болам. Сіздерге жеке өзіңіздің салмағыңызға байланысты, жасыңызға байланысты, өзіңіздің жаңағы жас ерекшелігіңізге байланысты 30 күндік жеке меню берілетін болады. Одан бөлек детокс, очистка, бүкіл ағзаны қалай біз тазартамыз, жаңа клеткаларда пайда болуына ықпал етеміз. Видео, рецепт детокстың және де 10 күндік ПП видео, 10 күндік детокс рецепті сіздерге жеке берілетін болады. Міндетті түрде группа болмайды, жеке жұмыс сізбен мен ғана жұмыс жасайтын болам. Күнделікті салмақты тексеру, күнделікті ішіп жеген тамағыңызды тексеру, жаттығуыңызды тексеру, қадағалау мықты болады VIP-та. Бағасы, қыздар, негізгі бағасы 25 000 теңге. Егер 24 сағаттың ішінде төлем жасайтын болсаңыз, бағасы 10 000 теңге. Қатысу, қатыспау, өз еріктеріңізде, мен ешкімді мәжбүрлемеймін қыздар, өйткені қатысатын қыздар өте көп, өйткені оларға әрдайым біреу басынан былай тоқылдатып отыруы қажет. Сонда ғана олар жасайды. Ал қазір менің айтқанымның барлығын орындап, орындамайтыны екі талай қыздар, мархабат, қосылсаңыздар болады. Енді қайда төлем жасаймыз
деп сұрап жатқан қыздар бар араларыңызда, иә. Қазір мен реквизитті сіздерге беремін. Сол бойынша төлемді жасасаңыздар болады. Мінекей. Төлем жасау үшін осы номер Каспий Голдқа тіркелген 8702-883-8088. Осыған жаңағы қай курсты аласыздар? Прон аласыздар ма 3000 теңгелік, немесе VIP жекен аласыздар ма 10.000 теңге. Таңдау өздеріңізде. Төлем жасап чектарыңызды осы номерге жібересіздер. Міндетті түрде аттарыңызды жазасыздар. Міндетті түрде жаңағы қай VIP немесе Pro екенін жазасыздар. Енді дәл қазір менде 10.000 теңге жоқ дейтін болсаңыз, сіз предоплата жасасаңыз болады, қыздар. Предоплата жасап 48 сағатта қалған төлемді жасасаңыздар болады. Қалған төлемді жасаған соң біз міндетті түрде бірден бастап кететін боламыз. Предоплата құны 2000 теңге. Дәл қазір 10.000 теңгеңіз болмаса, қыздар, 24 сағаттың ішінде 10.000 теңге таба алмаймын дейтін болсаңыз, онда сіз 2000 теңге предоплата жасаңыз, қалғанын 48 сағаттың ішінде тауып төлесеңіздер болады. Білесіздер, 10.000 теңгеге сіз ештеңе сатып ала алмайсыз. Ешқандай өзіңізге ұнайтын нәрсені де сатып ала алмайсыз. Ол бір күндік барып шашыңызды милировка немесе қырықтырып келуіңіз мүмкін, бір покраска жасауыңыз мүмкін болды, сонымен немесе бір маникюрмен кірпігіңізді қойдыруыңыз мүмкін. Ол өткінші нәрсе, иә. Сіздерде бір уақытша ғана 2-3 апталық нәрсе, ары қарай сіздің олыңызда уже ешқандай сізге пайдасын бермейтін болады. Барлығы түсіп қалады, барлығы өсіп кетеді, иә. Мысалы, шаштың өзінде жағы түсі өзгереді. Дәл солай. Ал сіз мына жерде бүкіл өміріңізге қажетті мағлұматтардың барлығын аласыз. Міндетті түрде бір ай бойы сізбен контрольмен жұмыс жасайтын боламын. Сіздерге гарантия міндетті түрде беріледі. Салмақ тастауларыңызға барлығын нақты менің айтып отырғанымдай орындайтын болсаңыздар, бір айда кемінде 10 килограмм салмақ тастайтын боласыздар. Енді қатысу жаңағы айтқандай өз еріктеріңізде. Мен қазір Каспийді бір рет қосамын, сосын сұрақтарыңызға жауап беремін. Сонымен мен бүгінгі жаңағы жалпы 3 күндік марафонды аяқтаймын, қыздар. Егер қандай да бір сұрақтарыңыз болатын болса, WhatsApp-қа қойсаңыздар болады. Мінекей, төлем жасау үшін VIP-қа немесе жаңағы Pro-ға қатсам, курсқа қатсам, мені әрдайым біреу қадағалап отыру керек. Маған жаңағы 3000 теңгеге мен бір магазинге барып келсем, балама бір шоколад сатып алу мүмкін, немесе бір торт сатып алу мүмкін, сонымен бітті. Бірақ ол маған өміріме, денсаулығыма ешқандай нәтижесін бермейді. Ал маған денсаулығымды жақсартуым қажет дейтін өзінің самооценкасы жоғары адамдар болатын болса араларыңызда, онда мархабат. VIP-қа қатыссаңыздар болады, немесе топпен жұмыс жасай алатын болсаңыздар, онда Pro-ға қатыссаңыздар болады. Мінекей, осы төлем жасайтын сіздерге реквизит, қыздар. Чектарыңызды осы номерге жібересіздер. Естеріңізге сала кетейін, небәрі 5-ақ орын бар. 5-ақ орын бар, басқа орын жоқ. Ренжіместер, үлгерген қыздар үлгереді, үлгермеген қыздар ренжіместер. Барлықтарыңыз, қыздар, аман болыңыздар, сау болыңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Барлығын уақытылы орындаймыз, 3 күндік эфирді қайталап көріңіздер міндетті түрде. Сондай барлығын жазып алыңыздар, жаттап алыңыздар. Ары қарайда күнделікті қолданыңыздар. Сау, сәлематта болыңыздар, қыздар.